Арма қазақ елі, Жайлау қазақ арнасына қош келдіңіздер. Әдеттегідей сол қате қолданыстағы сөздердің тағы бір мысалына арқау еткелі отырмыз бүгінгі хабарымызда. Бұрын біздің әкелеріміздің заманында дастархан басында өз замандастарымен әңгіме дүкен құрып отырғанда олардың дастархан мәдениеті, әдебі, өзіндік реттер болатын. Сол замандастар отырып шүйіркелесіп әңгіме айтып, әңгіме қызып, сол жастық шақтары немесе бір махаббат хикаялар туралы әңгіме бола бастаса, немесе сол жастарға оғаштау, ұяттау болып көрінетін әңгіме болса, сол дастарханның шетінде жаңағы шай құйып отырған келін ыңғайсыздау болатын болса, келіннің құлағына алтын сырға деп қойып әңгімесілерін жалғастыра беретін. Сол кезде әлгі келін өзі ыңғайсызданбас үшін қандай да бір сылтаумен дастархан басынан уақытша болса да тұрып кететін. Шай демдеп келейін, немесе шоғаяқта шоғымды жаңартып келейін деген сияқты сылтау айтып тұрып кететін. Бүгінгі таңда осы сөз барлық жерде, әсіресе сол біз әңгіме қозғап жүрген телевидение саласында мүлдем кері бағытта көрініс табуда. Мысалы, осы жақын арада анау-мынау емес Абай телевизиялық арнасында сөз сара бағдарламасында белгілі журналист, атақты әлгі мүйізі қарағайдай деп айтса болғандай Мақат Садық ағамыздың аузынан осы сөзді кері мағынасында естіп қалдым. Ол кісі хабар барысында жазушыларға қатысты бір ақпарат, құлақ қағыс ақпарат айтқанда, жазушылардың құлағына алтын сырға деп айтып қалды. Мен хабарды сол телефондан көріп отырғаннан кейін осы жерін бірнеше рет қайталап көрдім. Яғни теріс бағытта қате қолданып отырғанына көзім жеткіздім. Әрине жас журналистер, Нартай, Әуесбайдың Қанаты сияқты тағы көптеген журналистердің аузынан қате өз сөз қате шығып жатса, аз да болса түсіністікпен қарауға болар еді. Бірақ атақты алып классик жазушылармен замандас болған Әбіштің көзін көрген, Ақселеу ағайдың көзін көрген, Салғара Қойшығарұлымен замандас ағалардың осындай қателікке өте дөрекі кешірілмейтін қателікті жиі қолдануы біз қалай осыған жеттік? Мен тіпті айтарға сөз таппай тұрмын. Осыған қалай тосқауыл қоямыз, немесе бұл бағытпен, осы үрдіспен қазақ тілінің көсегесі қалай көгереді? Барша ағайын осыған атсалысса, пікірлеріңізді білдірсеңіздер, көпшіліктің осыған пікірі, көмегі керек ағайын. Атсалысыңыздар. Арнаға жазылуды да ұмытпаңыздар.